Шымкентте 4 жеке балабақша иелері 29,6 миллион теңге бюджет қаражатын заңсыз иемденген. Бұл туралы қалалық прокуратура мәлімдеді. Олар 2 жылдан аса уақыт мектепке дейінгі мекемеге келмеген 45 бала үшін ақша алып отырған. Аталған жайтқа қатысты тергеу жүргізіліп, сот шешімімен бір бөбекжай меңгерушісі 3,5 жылға бас бостандығынан айырылса, екіншісі 3 жылға бас бостандығынан шектелді. Оның біреуі бұған дейін 2 рет сотты болған азамат, ал қалған мамандар кешірім алуына байланысты жазадан босатылған. Сол 4 балабақшада 45 бала бармағанына қарамастан, сол жаңа сумма алаяқтық жолмен жалған құжат тапсырып, табелді келмеген балдар келді деп тапсырып, осындай қаражатқа ие болған. Бұл 4 фактының барлығы бойынша қылмыстық істер қозғалып, 2 қылмыстық іс тараптардың татуласуына байланысты өндірістен тоқтатылды. Мемлекетке келтірілген залал толық бюджетке қайтарылды. Шын өкінуіне байланысты, ал 2 қылмыстық іс сотқа жолданды. Себебі бұлар келтірілген бюджет қаражаты орны толтырылғанымен, ол жеңілдететін мән-жай болған жоқ және қысқартуға негіз болатын талаптарға сәйкес келмейді. Бұған дейін 2018-2019 жылдар істі болған басшының жазасын өтеу мерзімі 5 жылға кейінге қалдырылған. Ал соңғы жайттан кейін ол сот шешімімен өмірбақи мемлекеттік және квазимемлекеттік секторда жұмыс істеу құқығынан айырылды.